Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli tong. Birsa Buxorodan Samarqandga ketib bora жатырмын. Registratsiya o'tdim, 4 soat burun erta kelib. Endi vagonimga boram. Hali biroq посадка boshlamagancha bunday poyezdben. Qonaquydan chiqdim. Aralab ko'rik kun ismay turgan кезде. Менің орналасқан қонақ үйімнен шамамен 300 метрдей жерде әмір темірдің кесенесі бар екен. Соған келдім. Кейбір жерлерінің реконструкциясы жасалмаған, бөлек атмосфера беріп тұрады. Интернеттен қараған кезде алпа очередь сондай еді. Жазда келгеннің бір плюсы адам аз болады, минусы күнісі болады. Сол жерден шығып Регистан дейтін алаңға бардым, гид жалдап алдым. 40 минуттай қасында жүріп, бәрін түсіндіріп, бағасы 15 000 теңге, саудаласып 10 000 теңгеге келістім. Қалай ойлайсыңдар, ол баға қымбат па? А потом Владимира Шухова приглашают по его проекту, где его выпрямляют, снизу делают подкоп, на домкратов поднимают, железобетонным фундамент укрепляют и вокруг своей оси минарет разворачивают. Все эти картины до реставрации. Это оригинал, это новотел, дерево. Вы помимо гида кем работаете? Филолог. В ЗАГСе не работаете? В ЗАГСе. Объявляю вас мужем и женой. Самарқандтың визитный карточкасына айналған Регистанды міндетті түрде көзбен көру керек екен. Ешқандай фото, видео жеткізе алмайды әдемілігін. Ішінде сувенир сататын дүңгіршіктер, фотографтар, гидтер толып жүр. Ол жерден шығып, түскі ас ішу үшін осындай асханаға келдім. Осындай не бар екен кафешка. Таксиге мініп, Самарқандтан 30 км жерде орналасқан Имам Аль-Бухарийдің зиратына келген болатын. Бұл жерде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, үлкен мешіт салынып жатыр екен. Өкінішке орай кіре алмадым. Алып келген таксистке кейін қайта мініп, базарға бардық. Үмітжан дейтін жігіт, бұл жерде өздері тұтынатын тауарлар қатты қымбат емес, маған саудаласуға көмектесіп, арзан жақсы тауарларды алып беруге себепші болды. 35 000, енді сыпатыға қарап, 60 000 етсе. 40 000-нен берейін? 1 килоға. 1 кило. Бұл Самарқандский ма? Ha, Samarqandski, lekin ichi nima desam bo'ladi, unday men bunaqa chiqishim. Yo, chakib ko'rsatib bering. Qarama. Yo'q, yaxshisi emas, maqsimman. Tushundingizmi? Qaysisi ma'qul? Olasizmi? 500 gramday olaman. Ha, 1 kilogram emas, 500 ozgina. Бұл базардан зығыр майын, жаңғақтар, специй приправалар алып, қонақ үйіме апарып тастады, сау болсын. Жолда біраз әңгіме айтып, таңертең ерте тұрып, ертең қызық жерге барамыз деп интрига жасап кеткен ғой. Келесі күн таңертең ертемен Самарқандтан 60 шақырым жерде орналасқан Хазіреті Дәуіт пайғамбардың үңгіріне бара жатырмыз. Самсадан жиып алдық бір-бірден. Енді бұлай қарай біраз жүреміз дейді. Сосын жаяу 2 километрде көтерілеміз дейді. Зират етеді. Адамдар зиратқа туристер көп келмейді. Yo'q. Тек жергілікті өзбектер. Өзбектер келеді. Бұл жерлер экозона болып саналады екен. Сол үшін өзіміздің көлігімізден түсіп, пропанмен жүретін көлікке міндік, арнайы сол жерде тұратын таксистер.
Үмітжан орысша сөйлемейді, тек өзбек тілінде сөйлейді. Мен оған қазақша сөйлеймін, ол маған өзбекше сөйлейді. 2 күннің ішінде мен де кішкене өзбекше түсініп бастадым. Атты алып барамын деп. Жоқ, керек емес. Пұл аз. Жоғарыға 3 километр көтере аласың ба? О, мен бермес. О, сынамайын. Жолда су бар ма? Су жоқ па? Бұлақ. Йо, аны магазин. Болды. Сен өзі шаршадың ғой? Типа сықпыз да сіз, түсінесің ма? Сен аяқта тарихын айтпайсың ба? Жоға көтеріліп? Кеше айттым ғой? Тарихты, кеше. Азырда шу анау болған, да? Дуа қыласыз, қайтып. Оша еш нәрсе алмаң. Болдан түсінесіз ма? Түсіндім. Онда кеттім мен. Келемін? Кетіп қалма? Yok, мен мәсейді бұл. Сумкамды алып, әрін кетіп қалма. Я, осына бәсті боламын. Болды. Жоға қарай. 3 километр дейді. Атпен 50 мың сом дейді. 20 минутта көтерілесің дейді. Атты саған бере салады. Түсірді. Лестницамен түсесің дейді. Күн жағып жатыр. Енді көтерілсем жетіп қаламын. Суды ішіп тастадым. Су 120 теңге тұрады екен. Бұл жерде туристер жоқ, көбіне жергілікті халық және әйел адамдар, үлкен кісілер. Жоғарыға көтерілген сайын ба? Әлде күн ысып бара жатыр ма? Әбет доғасын. Қиын болып бара жатыр. Демалып көтерілу керек. Андай туалет бар. Ол жерден құман нелер аласың. Бағасы 7 мың сом. 7 мың сомның туалетін көрейік. Куда поставить? Спасибо. Туалет неге қымбат десең, таудың басы су тасу қиын дейді. Ешекпен атпен тасу. Сол үшін қымбат дейді. Туалеттің иісі дейтін. Башы баған. Шыбынның өзі фу дейді ғой. Иісінен. Тез кіріп шығасын. Таудың басына көтеріліп, енді төменге қарай түсіп бара жатырмыз ғой бірден. Canım hiç şu yatmamın yazım. Canım olacak. Mine ақыры жеттік үңгірге. Адамдарды жинап топ-топ қылып кіргізеді екен. Ішін видеоға, фотоға түсіруге болмайды екен, сондықтан технично телефонға түсірдім.
Үңгірдің ішінде Дауд пайғамбардың қолдарының іздері бар екен. Ішінде имам Дауд пайғамбардың өмірбаяны туралы және мұғжизалары туралы өзбек тілінде әңгімелерін айтып берді. Сосын үңгірден шығарда келген әрбір зиратшыға осындай тас береді, минералды тас, естелік ретінде. Үңгірден шыққың келмейді, іші сап-салқын, күшті болып тұр. Осыдан шығып Самарқандқа қайттық, Үмітжан екеуміз. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар.